Мен таңдап алған аппағым. Енді қазір байқап жатқан шығарсыздар, перизаттың кеткеніне 12-13 күндей болып қалды. Неге келмей жатыр деген сияқты. Перизат кетіп тынысың тарылды ма? Кішкентай ғана бір дүниелер біздің арамызды суытып жатқан сияқты. Іштей жалғызсырайсыз. Пери тезгеніңіз балаңыз жылап жатыр. Нұрслан негізі өзінің балалығында желательно көрсетпей қойған дұрыс. Жаңа басталған жұптық жалғассыз қалама. Күнге дейін көрген бір қасиеттеріңізді айтып жатырмын, жақсы қасиеттеріңізді. Енді еңлікпен біраз жылдан бері таныс болып келе жатырық. Еңлік өте бір ерке қыз. Сіздерге теледидардың ар жағынан бір суық көрінгенмен, ерке, бір сондай өте нәзік, ақкөңіл қыз. Кеше мен байқап қалдым да, бізде енді жаңадан келген мысалы редакторлар бұл кісіні танып жатпайды ғой енді. Бір сәл ашуланып қалып, бір-екі парт үндемей отырып, тыржитып алып та, саған айтып жатырмын да, бұл басқаларын түсіріп жіберсем жәнеке айналшықтап жүр ғой, өзінің кезегін күтіп. Қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, бүгін әдемі болып тұрсыз. Сізге осындай стиль жасады екен. Жәнеке, бүгін сіздер жайлы өзімнің көрген бір жақсы қасиеттеріңізді айтқым келеді. Сізден байқағаным, адамға тез ашылатын сияқтысыз. Жалпы тез сен қаласыз, ол жақсы жағынан да қабылдауға болады, жаман жағынан да қабылдауға болады.